Сандықтың ішіне ақ мата сақтау. Бибі Ажар анамыз сандығына ақ бөз маталарды жинап сақтап жүреді екен. Мұны байқаған келіні: "Апа, ақ маталарды неге жинап жүрсіз?" дейді. Ажар анамыз: "Сандықта жатқан ақ мата үнемі Құдайдан: уа жасаған, мына шаңыраққа береке бер, үй иелерінің өмір жасын ұзақ қыл, мені қара жердің астында көміліп қалудан сақта" деп дұға етіп тұрады. Соның себебінен үй иелеріне мезгілсіз қаза келмейді. Ақшытты сақтайтын сырым сол депті. Содан бастап келіні де ақшыт жинап сақтайтын болыпты. Бибі Ажар анамыздың қауымы бұл істі үрдіске айналдырып әкетіпті. Бұл дәстүр қазір де қазақ арасында сақталған. Мәйітті жөнелту. Шиш пайғамбар адам атаны жерлегенде құбылаға қаратып қолын айқастырып қойыпты. Мәйіттің қолын айқастырып салу содан қалыпты. Адам атаны 3 қабат кебінмен, Хауа анамызды ақтық сапарға шығарарда 5 қабат кебінмен арылыпты. Оқиға былай болыпты деседі. Адам ата мен Хауаны бидайды жеп күнәлі болған соң, Аллах ол екеуін жұмақтан қууға әмір етеді. Сол кезде Құдайдың халифасына періштелер бата алмай тұрып қалады. Жиде ағашы ғана Алланың әмірін екетпеймін деп бұтағымен бас салып киімдерін түгел шешіп алыпты. Сол кезде жалаңаш қалған екеуіне жаны ашыған інжір ағашы бұтағынан 8 жапырақ жұлып беріпті. Себебі оның белінде Мұхаммед пайғамбардың, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, нұры бар еді. Адам ата 3 жапырақтан киім тігіп әуретті жерін жасырыпты. Хауаны 5 жапырақпен ұятты жерін түгел жабады. Содан бастап әйелдерге ұятты жерін жауып жүру уәжіп болыпты. Осыған орай күні бүгінге дейін марқұм болған ер адамды 3 қабат етіп кебіндесе, әйел адамның ұятты жерін жабу үшін 5 қабат кебінмен жөнелту парыз болыпты. Шиш адам атаның мәйітін үйден аяқ жағымен шығарады. Үйдің босаға алдында кішкене кідіртіп, мәйітпен қоштасқан екен. Марқұмды үйінен аяқ жағымен алып шығу Шиш пайғамбардан қалған сүннет деседі. Бұл ырым өлім қайталанбасын, марқұмның арты қайырлы болсын дегенді білдіреді. Мәйітті жерлеген соң Шиш пайғамбар кешке 4 бас намаз оқыпты. Бұл ысқат намаз деп аталады. Мұны да Шиштің сүннеті деп айтады. Қазір кей жерлерде өлікті жер қойына тапсырған соң құпта намазында ысқатты оқиды. Қайтқан кісіден тәбәрік алу дәстүрі. Адам ата қайтыс болған кезде оның 71 ұлы, 71 қызы болған екен деседі. Ұрпағы 70 түрлі ұлтқа айналыпты. Адам ата 1000 жыл асып дүниеден өтеді. Ақтық сапарға аттанғанда балалары әкелерінің киімін, ұстанған заттарын бір-біреуден ниеттеніп алады. Таяғымен қойларын еленгендер қойшылықты кәсіп етіпті. Енді бірі соқасы мен өгізін еленіп, егіншілікті дамытыпты. Қышы мен құмырасын алғандар қол өнерші болады. Бізі мен инесін ұстағандар етікшілікті жалғастырады. Бүркітін ұшырып, тазысын жүгірткендер аңшылықпен елді асырапты. Арасы мен балтасын ұстағандар ұстаға айналады. Қалам мен қағазға қызыққандар ғылым жасапты. Бөзі мен матасын алғандар сауда ісін дөңгелетіпті. Осылайша сиырды алған сиыршыға, түйе жетектеген түйешіге, жылқы мінген жылқышыға айналыпты. Мирас бөлісетін игі іске іблістер тұмсығын тыққан екен. Ол кейбір балаларын арбап алдап шатастырып, бір-біріне айдап салады. Оның тілін алып, дау шығарғандар дәукеске, сөз қуғандар өсекшіге, көре алмағандар күншілге, жымқырғандар ұрығарыға айналыпты. Қазақта өспейтін елдің баласы өнбейтін дауды даулайды деген мақал осыған орай айтылған деседі. Ғұмыр есімді ұлы әкесінің шапанын қанаға тұтыпты. Сол үшін адам атаның шарапаты жұғып, ғұмыр ұзақ жасапты. Қазақта ғұмырлы бол деген тілеу, ғұмырдай бол, ұзақ жаса деген тілекпен шыққан деседі. Ғұмыр қайтыс болғанда адам атаның киіміне оның балалары ие болады. Шапан бәріне бірде жетпейтін болғандықтан бір шапанды тәбәрәк етіп жыртып алатын болыпты. Содан бастап бақиға аттанған адамның киімдерінен жыртыс алу, тәбәрәк алу дәстүрі тұрмысқа енген екен.